19 жүзжылдықта Шығыс Азия үлкен өзгерістерге ұшырады. Батыстық державалардың осы аймақтағы ықпалының өсуі Қытай, Жапония мен Кореяны ойландырды. Осы елдердің әрқайсысы батыстық миссионерлер мен саудагерлердің ықпалын әлсірету үшін әрекеттер жасады. Чосон династиясы келісімге келме жолын таңдап, өзінің порттары мен қалаларын шетелдіктер үшін жауып тастады. Осы себепті Кореяны диуана мемлекет деп атай бастады. Кәріс басшылары қаншалықты қарсы болса да, өзгерістердің келуі сөзсіз еді. Жүзжылдықтың ортасында батыс елдері аймақты бағындыру үшін күш қолдана бастады. 1340 жылдары Британия империясы мен Қытайдың арасында соғыс болды. 10 шақты жылдан кейін Америка құрама штаттары Жапонияны саудаға ашылуға мәжбүр етті. Корея басқаларға қарағанда көбірек шыдас берді. Дегенмен де 1871 жылы Америка құрама штаттары Канхва аралын басып алғаннан кейін Кореяда берілді. Осыдан кейін Канхваға кім иелік ететін болса, Сеулге де сол иелік ететіні белгілі болды. Біраз уақыттан кейін Американың әскери күштері кері қайтты. Канхва аралының маңыздылығын түсінген Жапония аралға иелік ету үшін Кореяға шабуыл жасады. Нәтижесінде Корея өзінің порттарын Жапониямен сауда үшін ашуға мәжбүр болды. Алайда кәрістер жағдайдың бұлай өрбуіне қарсылық танытып, жапондық саудагерлерге күн көрсетпеді. Бұл жағдай жапондықтардың кәріс қалаларында өз күзеттерін қоюға мәжбүрледі. Ресми мәлімдемеде Жапония осылайша өз азаматтарын қорғауды көздейді делінген. Ал шын мәнінде Жапония өз әскерлерін бірте-бірте кіргізе берді. Осы әскерлермен Кореяны бағындыру үшін Жапонияға сылтау қажет болды. Ыңғайлы сәт 1894 жылы туындады. Осы жылы кәріс шаруалары өз билеушілеріне қарсы көтеріліске шықты. Корей билеушілері Бейжіңнен көмек сұрады. Қытай өз кезегінде көтерілісті басу үшін шағын қол жібереді. Токио болса Қытайдың бұл әрекетін халықаралық келісімге қайшы деп жариялап, өз әскерін жібереді. Қытай-Жапон соғыстары осылайша басталады. Заманауи қаруланған Жапония Қытайдың тас талқанын шығарды. Жапонияның осы соғыста жеткен жетістігі Семоносеки келісіміне келу болатын. Бұл келісім бойынша Қытай Сеулдің үстінен қарауды доғарып, Жапонияны Азиядағы ең жойқын күш деп таныды. Кореяның билеуші династиясынан шыққан Мьонсон патшайым Ресеймен ара-қатынасты жақсартып, Жапонияның елдегі ықпалын азайтуға тырысты. Бірақ та көп ұзамай жапондық жалдамалы жендеттер патшайымның жатын бөлмесіне келіп оны өлтіреді. Оның өлімінен кейін Корей билеушілері көптеген реформалар жасап, елдің ресми атауын да өзгертеді. Корея ендігі Корей империясы деп аталатын болды. Бұған қарамастан барлығы кеш болатын. 1904 жылы Манчжурияға қатысты Ресей мен Жапония арасында қақтығыс орын алады. Жапония жеңіске жетіп, Кореядағы үстемдігі жайлы мәлімдеме жасады. Көп ұзамай жапондықтар Корея императорының сарайын қоршауға алып, ондағы резиденттерді берілуге мәжбүр етті. Корея тәуелсіздігінен толығымен айырылып, Жапонияның протектораттығын қабылдайды. Корей патшасы Коджон Жапон үстемдігінен құтылу үшін бәрін жасады. 1904 жылы өзінің үш өкілін Гаагадағы екінші әлемдік конференцияға жасырын жібереді. Оның мақсаты әлемдік қоғамдастықтың назарын Кореяға аударту болатын. Өкілдерге дебатқа рұқсат етілмегеннен кейін, олардың бірі өзіне қол жұмсады. Үлкен жанжалдан кейін Жапония Корей патшасын тақтан бас тартуға мәжбүр етті. Таққа мұрагер ханзаданы отырғызды. 1910 жылы Жапония Корей түбегін толығымен жаулап алып, билеуші династияның өмір сүруін тоқтатты. Корея тек халықтың жадында ғана қалды. Келесі 10 жылдықта Жапония Манчжурия мен Қытайдың жағалаудағы аймақтарының көп бөлігін басып алды. Десе де екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуымен Жапонияның үстемдігі де аяқталды. Токио капитуляция жариялап, бұрынғы күшпен басып алған жерлердің бәрінен бас тартты. Кеңес одағы Жапонияға басып кіріп, Жапонияның капитуляциясы кезінде Ханган өзеніне жақындап қалған болатын. Ал Вашингтонның саясаткерлері болса, Кеңес одағының бұл аймақты басып алуына жол бермеуге тырысты. Сондықтан америкалықтарға жылдам шешім қабылдау қажет болатын. Туындаған жағдайға байланысты Американың екі жас офицері мемлекеттік департаменттің қызметкерлерімен бірігіп, National Geographic журналын алып, жапондық кеңестік ұрыстар аяқталған 38-ші параллельді қарындашпен белгілеп түбекті екіге бөледі. Өз кезегінде Мәскеу болса бұл ұсынысты қабылдап, бөліну ресми түрде бекітіледі. Бұл бөліністің көпке созылмауы қажет болатын. Алғашында Кеңес одағы мен Америка келісімге келуге тырысты. Алайда, екі елдің арасындағы идеологиялық айырмашылықтар ұлғайған сайын келісімге келу қиындай түсті. Америка Корея мәселесін Біріккен ұлттар ұйымына талқыға жіберіп, мәселенің әділ сайлаумен шешілу керектігін айтты.
ал Кеңес одағы бұған вето жариялады. Америкалықтардың қол астындағы Кореяда Кеңес одағының қатысуынсыз сайлау өткізіледі. Мәскеуде қалыспай өзінің қарамағындағы Корей жерлерінде сайлау өткізеді. Осылайша 1948 жылы Кореяның екі бөлігінде сайлау өтіп, екі үкіметтің құрылуына әкеліп соқты. Солтүстікте танымал партизан Ким Ир Сен жеңіске жетіп, Корея Халық Демократиялық Республикасының құрылғанын жариялады. Ал оңтүстікте үкімет басшысы ретінде Ли Сун Ман сайланды. Ол Корея Республикасының құрылғанын жариялады. Жыл соңына қарай кеңестік америкалық әскерлер Корей түбегінен шығарылды. Супердержавалар кеткеннен кейін екі Кореяның басшылары бірін-бірі мойындамай өздерін бүкіл Кореяның басшысы деп жариялады. 1950 жылдың маусымында жағдай одан әрі ушықты. Сталин мен Мао Цзэдунның қолдауына ие болған Ким оңтүстік Кореяға күтпеген шабуыл жасады. Небәрі 2 айдың ішінде солтүстік Корея оңтүстік Корея әскерін Пусан жеріне дейін қуып тастады. Сол мезетте әлемдік аренада Біріккен ұлттар ұйымы дағдарыс үстінде болатын. Мао бастаған коммунистік күштер Қытайдағы азамат соғысында жеңіске жетті. Дегенмен де Қытайдың заңды үкіметі Тайваньға қашып үлгерді. Дәл осы Тайваньдағы үкімет Біріккен ұлттар ұйымында Қытай атынан шешім қабылдауға құқылы болатын. Кеңес одағы Біріккен ұлттар ұйымына вето жариялап, ұйымдағы коммунистік елдердің рөлін күшейтуге тырысты. Кеңес одағының ойы жүзеге асып, Тайваньдағы үкімет құқығынан айырылды. Оның орнын Пекиндегі коммунистік үкімет басты. Ал Корей мәселесіне келгенде, Кеңес одағының Біріккен ұлттар ұйымына бойкот жариялауы Америка Құрама Штаттарына тиімді болды. Америка Құрама Штаттары солтүстік Корея жайлы құпия мәліметтер жинап, Пхеньянның оңтүстік Кореяға шабуыл жасауын заңсыз деп тапқан резолюцияның пайда болуына ықпал етті. Осының нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымы әрекетке көшті. Оңтүстік Корея жеңілудің аз-ақ алдында тұрғанда, Біріккен ұлттар ұйымы мен Америка Құрама Штаттары Пхеньянға қарсы контроперация бастады. Жағдай мүлдем өзгерді. Америка мен оның одақтастарының әскері Ким Ир Сеннің әскерін 38-ші параллельден ары асырып қуып шықты. Оңтүстік Корея ақш-пен бірігіп Пхеньянның өзін басып алды. Ал солтүстіктің әскерлері Қытай шекараларына дейін шегінуге мәжбүр болды. Оңтүстік Кореяның жеңіске жететініне ешкімнің күмәні қалмаған болатын. Алайда соғысқа аяқ астынан Пекин араласты. Қытай партизандық шабуылдарға көшті. Қытай әскерлері шағын топтармен жаудың осал тұстарына соққы беріп отырды. Соғысқа Қытай араласқаннан кейін екі жақтың күші қайтадан теңесті. Осы кезде Корея соғысындағы ең басты қарсыластар Қытай мен Америка Құрама Штаттары болды. Пекиннің қолдауының арқасында солтүстік Корея астанасы Пхеньянды қайтарып алды. Маңызды оқиғалардың көбі Ханган өзенінің бойында өрбіді. Ақыр соңында 1953 жылы екі жақ келісімге келіп, 38-ші параллельдегі шекара өзгеріссіз қалды. Соғыста шамамен 2,5 миллионға жуық адам қаза болды. Корей түбегі қирандылардың астында қалды. Ал оңтүстік Кореяның жағдайы солтүстік Кореяға қарағанда өте ауыр болды. Соғыс тоқтағаннан кейін бейбіт келісімшарт жасалмады. Екі жақ шекараларын нығайта түсті. ақш пен Кеңес одағының қолдауына ие болған екі жақ бірін-бірі мойындамай, екі елді қарама-қарсы ойлау жүйесі пайда болды. Бұл жағдай ақыр соңында ұлттың екіге бөлінуіне әкеліп соқты.